ағайын, енді сұрақтар қойылды жаңа бір қатар. Оларға мен қойылған сұрақтарға жауап берейін. Ал енді қараңыздар. Біздің қолымызда ол оценкілер жоқ. Оценкілерді күнделікті бізге оценщиктер дайын есебін келтіріп, қолдарын қойып, бұл үлкен құжат. Мана көрген шығарсыздар. Бұл 100 бірдеңе беттен тұратын құжат. Сол құжатты мұқият дайын болған оценкілерді біртіндеп күн сайын таныстырады. Ол жерде высшая математика, ол жерде қиын үлкен есептер. Құрметті ағайын, мен оценкінің көлеміне сәйкес сатып алып береміз деп отырмыз. Ал енді түсіндірейін дальше. Білем, ол сіздердің көңілдеріне шықпай тұр. Шағын статистика келтірейін. Көпшіліктеріңізге белгілі бір азаматтар соғып, сіздердің өздеріңіз үйлеріңіз апатты деп санайсыздар ма? Қандай көлемдегі қаражатқа көңілдеріңізден шығады деп сұрақтар қойды ма? Қойды. Біздер сол ақпараттардың бәрін жинап талдаған болатынбыз. Қазіргі таңда біздің сол ақпаратқа сүйене отырып, шамамен 500-ден астам үй апатты болып танылып тұр. Сол ақпаратқа сүйене отырып. Соның ішінен, сол сұраққа жауап бергендердің ішінен мындай сұрақ болды. Сіз үй салып беруге келісесіздер ме дегеннің ішінен 120 адам бізге үй салып берген тиімді деді. Өйткені біз үй сала алмаймыз деп отыр. Біз сала алмаймыз. Үлкен кісілер негізінен, үлкен кісілер, жағдайлары төмен адамдар айтты. Бізге тыныш салып беріңдер деді. Сол адамдарға біздер осы аптадан бастап құрылысты бастаймыз. Сонымен қатар тағы бір топ адамдар болды. Ол да где-то 100-150 адамдай бізге видео жауап берді. Мен Құлсарыдан көшуді жоспарлап жүр. Мына жағдайды пайдаланып отырып, сіздер үй алып беретін болсаңдар, мен қалаған негізінен Атыраудан үй сатып аламда, сөйтіп көшіп кетемін деді. Сөйтіп, сол 500-ден, жаңа 100-ден алып болсақ, шамамен 300 адамдай қалып тұр. Ол мысалға сіздер деп түсініп отырмыз. Яғни салуға да, сатып алуға да келіспейтін азаматтар деп. Соған байланысты, қазір мен жауап сөйлеп алайын. Соған байланысты, біздер ойлана келе, сіздерде бір-екі сұрағымыз бар. Біздерде шешім қабылдап жатырмыз ғой. Күні бойы талаптарыңызды көріп жатырмыз. Сіздерде бір араларыңызда азаматтар болса жауап берсе.